Астанадағы мемлекеттік қажеттілік үшін деп алынған саяжай учаскелерінің орнында сәулетті ғимараттар бой көтермек. Себебі қаланың дамуына бағытталған 2030 жылға дейінгі жоспарға өзгерістер енгізілген. Бүгін жергілікті сәулет және қала құрылысы басқармасы мен Астана қаласының бас жоспары ғылыми зерттеу жобалау институтының мамандары журналистерді жоба картасымен таныстырды. Мамандардың сөзінше, соңғы түзетулер Экспо 2017 көрмесіне байланысты биылғы жылдың 1 шілдесіне дейін бекітілмек. Онда жаңа инфрақұрылымдық нысандар бой көтеріп, бірнеше жолдар салынады. Әсіресе әуежай реконструкциясы, жаңа вокзал құрылысы, көлік жүйесі бойынша атқарылатын жұмыстар көп. Сондай-ақ бүгін елорданың жылу магистралінің 4 және 5 кезегін жобалау мен салу, энергетика көздері ғимараттарын қайта жөндеу жұмыстары жөнінде де біраз ақпарат берілді. Например, тепловой энергии. Мысалы, жылу энергиясы, су құбырлары, кәріз және электр жүйелері көптеп тартылмақ. Жаңа темір жол вокзалы, кіші айналма магистралі, БРТ сызбасы жобалық шешімдерінің өзгеру соны талап етеді. Сондықтан инженерлік инфрақұрылымдарды осы жобаға сәйкестендіру қажет. Қазір қаланың 3-ші жылу энергиясы жүйесінің құрылысы жүріп жатыр. Қалғандары алдағы уақыттардың еншісінде. Өз кезегінде осы институттың бас сәулетшісі Бақтыбай Тайталиев елордада құрылыс қарқынының бәсеңдемейтінін жеткізді. Оның айтуынша, бас қаладағы демографиялық өсімнен бөлек мұнда өзге аймақтардан келушілердің де саны артқан. Бас жоспарда қала халқы 2030 жылы 1.220.000 адамды құрайды деп болжаныпты. Сондықтан ұлттық табиғи парктерден бастау алатын жасыл желектерді қала сыртына дейін созу жобасы әзірленген. Мыңжылдық аллеяда тәулігіне 35 мың жолаушы болатын жаңа теміржол вокзалы орналаспақ. Бірақ алдымен жүрдек автобус тасымалын іске қосатын жоба жүзеге асырылатын көрінеді. Завтра это будет. Астана қаласының жаңа көлік жүйесі жобасына баса назар аударылып отыр. Атап айтқанда, арнайы бөлінген жолақ бойынша жүрдек автобустық қатынас пайда болып, олар үшін өздерінің аялдамасы мен өтпелі жолдары белгіленеді. Бас жоспар 2030 жылға дейінгі мерзімде жүзеге асырылуы тиіс еді. Бірақ біз барлығын 2017 жылға дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ бас жоспар аясында қала іргесіндегі Қоянды, 96-шы разъезд, Ағмол, Қосшы, Қараөткел, Талапкер, Тайтөбе, Жібек, Бозайғыр елді мекендері де қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етілмек. Бірақ өздерінің қала ішіндегі жер үйлері мен саяжай учаскелерінен айырылып қалған көптеген тұрғындардың оған қуана қоймағаны анық. Себебі бұған дейін хабарлағанымыздай, әкімдік өкілдері былтыр жаңа жоспар үшін жеке аймақтарды қожайындардан тартып алып, оларды мемлекеттік меншікке қайтарған болатын. Еркеғали Болатұлы, Ахмедияр Дулатұлы, Қазақ Ньюс, Астана.